Санаңызды сергітетін 7 сұрақ. Сұрақтарға тез жауап беруге тырысыңыз. Бірінші сұрақ: қандай жағдайда сағаттағы 2 цифрын көріп тұрып 10 дейміз? Жауабы: сағатқа қараған кезде тілі 2-ге келіп тұрғанда 10 минут кеткенін айтамыз. Екінші сұрақ: бір танысым күніне 10 рет сақал алады, бірақ сонда да сақалмен жүреді. Қалай сонда? Жауабы: ол шаштараз. Үшінші сұрақ: ол алдыңғы күні 17 жаста болды, ал келесі жылы 20 жаста болады. Бұл қалай? Жауабы: егер қазіргі күн 1 қаңтар болса, оның туған күні 31 желтоқсан. Алдыңғы күні 30 желтоқсанда 17 жаста болды, кеше 31 желтоқсан күні 18-ге толды. Осы жылы 19 жасқа келеді, келесі жылы 20 жаста болады. Төртінші сұрақ: бұл адамға 3 рет беріледі. Алғашқы екеуі тегін, үшіншісін алу үшін ақшасын төлеу шарт. Ол не? Жауабы: тіс. Бесінші сұрақ: бір-бірінен айнымайтын 2 есіктің алдында тұрсыз. Оның біреуі өлімге, біреуі бақытқа апарады. 2 есікте де түр тұлғасы бірдей күзетші қарауылдайды. Оның біреуі үнемі өтірік айтады, екіншісі тек шындықты айтады. Бірақ қайсысы кім екенін білмейсіз. Қай күзетшіге болса да бір ғана сұрақ қоя аласыз. Есікке қателеспей кіру үшін қандай сұрақ қоясыз? Жауабы: егер ана күзетшіден бақытқа апаратын есікті сұрасам, қайсысын көрсетеді деген сұрақ қойып, оның жауабын емес, келесі есікті таңдау керек. Алтыншы сұрақ: Асқар мен Бақтияр қараңғы әрі лас шатырда ойнап жүреді. Төменге түскен кезінде бір-біріне қараса, Асқардың беті кір қожалақ, ал Бақтияр әлдебір таңғажайыппен тап-таза болып шығады. Бірақ Бақтияр бетін жууға кетеді де, керісінше Асқар жуынбайды. Не себепті? Жауабы: Бақтияр Асқардың бетін көріп, өзінікі де сондай кір деп ойлайды, ал Асқар Бақтиярдың таза екенін көріп, өзінің де беті таза деп ойлайды. Жетінші сұрақ: бір қыз таңғы ас ішіп отырған кезде сақинасын кофе толы шыныға түсіріп алды. Сақинасы қалай құрғақ күйінде қалды? Жауабы: кофе түйіршік немесе ұнтақталған.
Достар, психология әлемі қызықтырса, каналға жазылып, лайк басыңыздар және де видеолар астында комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.